ата бабам кім болды, есімдері қандай қызметте болды, өмірлері қандай болды деп сол толықтырып жинай бастады. Мүмкін ол бала ата анасын таба алмайды. Қазақ болса руында біле алмайды. Ақша қолдың кірі, нем саған байлық, неменеге керек, сондай көп ұстанымдар. Бірақ та бай болғымыз келеді ғой. Соның қалай шешу жолдарын біз көрсетеміз. Кешірмей, жақсы қарым-қатынаста болмайды. Өзінің де тағдыры, әсіресе балалардың тағдыры үскірмейді. Ол да ұтылды, үйінде сатты, анасында сатты. Ол енді былайғы дін жолмен айтсақ, харам жол, ол дұрыс емес, ол күнә. Бірақ та енді әкесі сондай болған. Ер азамат болу қауіпті. Себебі біздің мықты ер азаматтардың бәрін қырып жойды. Балаға өз арқылы бере алады, оята алады. Ал 3 жастан бастап не үшін қазақты соншалықты қырып жойды? Армысыз, құрметті көрермен, Ұждан арнасында жаңа шығарылым. Бүгін біз ата тегімізді тану және оларды танудың ұрпақ үшін маңызы қандай деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Бүгін бізде ерекше қонақ, ұлттық құндылықтарымыздың терең сырларын ашып жүрген тектанушы Әлия ханым. Әлия ханым, әкелер алаңына қош келдіңіз. Қош келдік. Ең бірінші сұрақ сізге, Әлия ханым, тектанушы деген жалпы қандай мамандық, ол салаға өзіңіз қалай келдіңіз? Сол туралы айтып берсеңіз. Көп адамдар қазір личностное развитие дейді, дамимыз дейді, өздерін өзі іздейді ғой. Қазір психологияның көп бағыты бар, көп кітаптар бар. Кезінде олардың бәрі орыс тілінде болған, қазір қазақ тіліне аударып жатыр. Біздің қазақ ортамыздан да сондай мықты, білікті мамандар қазір бар. Шүкір. Кезінде 90-шы жылдары ондай кітаптар да болмаған. Психология дегенді көбі түсінбейтінде. Мен психологқа баратын, психпын ба дейтін. Бірақ та адамзат әрқашанда дамығысы келеді, білгісі келеді. Мен өзім негізі 15 жыл мектепте жұмыс істегем. Кезінде педагогикалық институтта оқығанда, біз педагогиканда, психологияны да өткеміз. Сонымен 90-шы жылдардан бастап, сол кезде өмір сүрген мемлекетіміз жоқ болды, Қазақстан егемендік алды. Әрине көп адамда сонда сұрақ туа бастады. Мен кіммін? Абай бабамыз айтқандай, біз қандай тұлғамыз, кірпіш болып қай жерге қаланамыз? Мектептегі жұмысым маған ұнамады, себебі мектепте еркіндік жоқ. Мен 80-ші жылдары өзім Үржар деген, бұл бұрынғы Семей облысы, қазір Абай облысында, біздің Үржарда қазақтар аз болды. 30% ғой деймін. Қалғандардың бәрі орыс, неміс, кәрістер, басқа ұлттар. Сол кездерде история Казахской ССР деген пән болатын. Қазақ ССР-ның тарихы аптасына бір-ақ рет. Оны көп мұғалімдер, әсіресе басқа ұлтты, сол сабақты жүргізбейтінде. Ол кезде СССР-дің тарихын оқи беретінбіз. 84-ші жылы мен мектепке келгенде соны көрдім. Бірақ та енді мен тілім қазақша шыққан кезінде, бірақ та ата-анам орыс мектебіне берді. Орысша институт бітірдім. Ал енді сабағыма келсем, енді қазақтарда отыр. Кезінде әртүрлі сөздер естідік. Бізді кемсіткен жағдайда болды ұлтымыз үшін. Сонымен сол 84-ші жылы мектепке келгенде, бұл неге Қазақстан тарихын жүргізбейді деп, бірталай сол кезде орыс ұлтты әріптестермен де сөзге келістік. Мен сол кезден бастап сол сабақты толық жүргізетін болдым. Анам да өмір бойы мектепте тарих пәнінің мұғалімі болған. Сондықтан енді мысалы Кенесары бабамыздың рөлін басқаша көрсеткен. Анам айтты, ол кісі басқаша болған. Мұстафа Шоқай сол кезде. Сосын кейін Емшан деген Марис Имашканың мықты кітабы бар, біздің Сұлтан Бейбарыс туралы. Соны оқыдым. Сосын кейін Шыңғыс Айтматовтың кітаптары. Соның бәрі әсер етті ғой деймін. Мен сол ұлы бабаларымыз туралы мектепте айта бастадым. Айта басқанда бақылайым ғой, басқа ұлттың өкілдеріне қандай әсер береді. Олардың тегінде жоқ, ондай жат, генетикалық код. Ал біздің қазақ балалары басқаша
оған реакция да берді, түсінігі. Мені сол үшін партияға өткізген жоқ. Национализмді насихаттап жүрсіңіз деп. Сосын кейін үйде болдым, бала шағалы. Өзімді өзім түсінгім келді. Кітаптар 93-95 жылдары бол кітаптар бастады ғой. Сол өзімді неге мен мынандай ойым бар, неге мынандай проблемаларым бар деп. Сонымен бірталай көп емес, анығанда бардым, оқыдым, бәрін тыңдадым. Бірақ та қазір қазақша қалай айтады, критическое мышление деді ғой. Сыни пайым. Сыни ойлау. Көп адамда жоқ. Енді мен жасымда келгеннен кейін, мұғалім болғаннан кейін, сонымен өзіме керек нәрсені ғана алдым. Керегі біздің сол жерде байқағаным, кейбір нәрселер, кейбір бағыттар, тәсілдер біздің ұлттық менталитетқа сәйкес келмейді екен. Ол мысалы орыстарға, славяндарға, батыстарға, ал бізге олар қайшылас болып қалады. Сонымен 2005 жылы газеттен кішкене реклама оқыдым. Ол ресейлік ғылымдар Валерий Васильевич Докучаев. Ол кісі физика, математика ғылымының кандидаты болған. Жұбайы Лариса Николаевна Докучаева, қазір ол кісі доктор философияның докторы, интегративтік психологияда. Сол кісілердің қысқаша жазады ғой. Сол семинарында, олар семинар дейді, тренинг демейміз. Қандай сұрақтар көтеріледі. Бәрі біздің тегімізге байланысты. Ата-бабаларымызға байланысты. Сол кісілерді Астанаға шақырып, мені мазалаған өзімнің жеке басыма, бала шағам, күйеуім, туысқандарыма байланысты мазалап жүрген қорқыныштар болды, үрей болды. Сол қайдан келді ол? Бір түсінігім болды. Ол менікі емес, біреуден, кімнен келді? Себебі менің атам, арғы атам халықтың жауы болған. Әжем бала кезімізде сол айтып отыратын, күрсініп, халықтың жауы болдық қой деп. Сондықтан мен кейбір жағдайда түсінгенім, өзім тез жауды тауып алам. Көзқарасы ұнамайды, сөз ұнамайды, маған жау болып қалады. Мен де біреулерге жау болып көрінген сияқтымын. Сонда түсіндім, соның бір әсері бар екен деп. Сол олар орысша өздерінің бағытын, бұл 90-шы жылдан бастап Ресейде дами бастады. Ол кісілер сол адамды зерттей бастарды. Сол бірінші семинарда көп сұрақтарыма жауап алдым. Неге мен баларым үшін қорқынышым бар? Себебі мен әжелерім бірталай балаларынан айырылған. Күйеуім үшін менің әжелерім ерте жесір қалған. Сосын мен неге билікті жақтырмаймын? Неге әділетті үшін әділетсіздікке қарсы неге күресемін? Ол әйел басына онша тән емес екенін түсіндім. Сонымен сол көрсеткен тәсілдерін өзіме қолданғанда өзім өзгере бастадым. Менің мінезім, мінез құлқым басқаша бола бастады. Біраз уақыттан кейін оқып алдым толық. Ол кезде бір жыл болатын оқулары. Сосын кейін кеңесші болып, ақырындап адамдарға кеңес бере бастадым. Біраз уақыттан кейін түсіндім, бұл орысша родология, Докучаевтардың адамға кеңес беру әдісі. Бірақ та біз сол кезде родология деп айтсақ, бір түрлі естіледі. Қазақтың құлағына роды принимаете ма деп сұраған. Бірақ та Валерий Васильевич пен Лариса Николаевнаның даналығы, олар осы Астанада сабақ бергенде, олар Қазақстанға бірінші рет келіп тұр ғой. Олар бірден түсінді біздің ерекшелігімізді, басқаша көзқарасымызды. Сосын кейін, біраз уақыттан кейін Валерий Васильевич айтты, сен қазақшаға аударшы. Сонда қазақтар дұрыс түсінеді деп, біраз адамдармен ақылдастым. Соның ішінде өзімнің құдам Аманғали аға, ол кісі журналист. Былай қарасаңыз, ол тек туралы ғой, ата-бабаларымыз туралы. Оны шежіре тану деп те аударуға болады. Жеті ата, себебі родология, род деген ол тек, логос деген грек тілінен аударса тану. Сонымен сол сөздердің ішінде ең жақсы сәйкес келгені ол тек. Сонымен тек тану деп ақырындап атап кеттік. Өзімді сондықтан кеңесші, родолог консультант орысша, қазақша, тек танушы, кеңесші деп, міне біз өзімізді бірталай жыл, міне 20 жылдай болды осылай атап келе жатырмыз. Ал оның мысалға біз бұрыннан ата-бабамызды зерттеп, ол шежіремізді жазып жүрген халықпыз ғой, шежіре туралы кітаптар бар. Жалпы тек тану мен текті білу, оны жазу, шежірені және оны танудың қандай айырмашылығы бар? Міне биыл 21 жыл болады мен осы салада жүргеніме.
Сондықтан сол 2007-2008 жылдан бастап біраз енді тәжірибем көбейді, бірталай адамдар келді, сосын кейін мен зерттегенді жақсы көремін. Сондықтан мысалы Валерий Васильевич кезінде сұрады, амеңгерлік деген ол не? Түсіндірдік. Ол кісі бірден, это же профилактика социального сиротства деді. Солай ғой, әлгі жетімдіктің алдын алу. Сосын кейін неге сіздердің салт дәстүрі бар ғой, әлгі баланы ата әжесіне беретіні. Мен өзім сондай баламын, нағашыларым қолында өскем. Тағы да біздің көп ерекшелеріміз бар. Сонымен мен осы біздің қазақтың ұлттық психологиясына, ұлттық менталитетіне осы ғылымды ақырындап бейімдей бастадым. 3 жыл Қырғызстанда жұмыс істедім, Татарстанда болдым, Өзбекстанда. Қазір міне балам қызмет бойы Әзербайжанда. Сондықтан мен соны салыстырам. Біз былай қарасақ, түркі тілдес халықпыз ғой. Біздің көп жеріміз ұқсас, бірақ та ерекшелігіміз де бар. Ал енді қазір сол тек тану, Докучаевтардың кеңес беру әдісі психологияның ғылыми түрде бір бағыты болып саналады. Қазір текпен жұмыс істейтіндер көп. Оның бірталайы эзотерика жолымен, мистика жолымен әлі көріп келдік. Біздің оларға ешқандай қарым-қатынасымыз жоқ. Біз тек қана ғылыми жолмен, психология, генетика, генеалогия, физика, антропология қиылысында пайда болған қазір интегративтік бұл бағыт. Ал енді ата-бабаларымызға, шежіремізге қандай қатынасы бар десеңіз, біздің осы тек тану ішінде 2 бағыт бар. Бір бағыт ата-бабаларды білу. Ата-бабаң кім болды? Шежіреңді білесің бе, білмейсің бе? Бұның ерекшелігі, мысалы, біз шежірені сызғанда тек қана ер азаматтар, аталарымыз кіреді ғой. Оның өзінің себептері бар. Әрбір қазақ, қырғыз, ноғай, башқұрт оны түсінеді. Оның ең жалпы мағынасы қанның тазалығы. Ал Европада 20 ғасырда психотерапевттер негізі ата-бабалардың өміріне, ата-бабалардың сценарий дейміз ғой қазір, соған назар аудара бастады. Сосын олардың сызбасы бар, ол генограмма деп аталады. Генограмманың шежіреден айырмашылығы, генограммаға өз тегімізде кіреді, нағашылар да кіреді. Себебі 23 хромосомамызды әкеміз берді, 23 хромосомамызды аналарымыз берді. Сондықтан біз сондай сызба сызғанда, тегінді білесің бе? Білем. Руынды білесің бе? Білем. Жет атанды білесің бе? Білем, білмеймін. Сосын біз нағашыларды. Себебі сол 23 хромосома арқылы нағашыларымыздың өмірлерінде, анамыздың өмірінде, нағашы атамыз, әжеміз, ар жақтағы сценарийларда бізге әсер береді. Айырмашылығы сол. Сондықтан қазір бізге келген адамдар, олар сол, нағашы да біздің туыстарымыз екен ғой деп, мысалы, біздің батыста, оңтүстікте кейбіреулері нағашылармен қарым-қатынастары онша жоқ. Ой, оны біз не қыламыз дегендер де болды. Біздің қазақтың ерекшелігі де сонда. Сосын кейін біз қалжыңдап айтамыз, нағашыларыңды біле сал, оларда адам болды ғой, өмір сүрді. Сонда көп жағдайда, қазақтың 1-2 дана сөзі бар ғой, бәр жақсылық нағашыдан, жігіттің жомарты нағашыдан деп, біз сонда тектің күшін, тектің ресурсын нағашыларда табамыз. Сондықтан бір жағынан тегімізді білуіміз, қазақтың ең ауыр сөзі бар. Тегін білмеген тексіз. Сондықтан бізге кеңеске, семинарларымызға келген қаншама адам архив арқылы туыстарын сұрастырып, ауылдарға барып, сол ата-бабам кім болды, есімдерін, қандай қызметте болды, өмірлері қандай болды деп, сол толықтырып жинай бастайды. Ал екінші біздің бағытымыз, бұл тек ашық биоәлеуметтік жүйе деп қарауға болады. Әрбір жүйенің өзінің заңдылығы бар. Екінші біз бағытымыз адамға сол өзінің қазіргі өміріндегі проблемалары бар ғой. Біреу үйлене алмайды, күйеуге шыға алмайды, кәсібі жүрмейді, ақшаны сақтай алмайды. Әртүрлі әрбір адамның басында туған мәселелер бар. Соны қалай біздің әдіс бойынша шешуге болады? Екінші бағытымыз солай. Оның ішінде сол адамға көмек бергенде біз психологиядан алатын әдістеріміз бар, психотерапиядан, сосын кейін өзіміздің тек қана осы радиологиялық, тек танулық әдістеріміз бар. Соның бәрі
бәріміз адамға соңғанда былай істеуге болады, былай етуге болғанда, сонда адам өз өміріндегі мәселесін шешеді. Қазіргі кезде ажырасулар көп, жалғызбасты аналар көп. Одан кейін ажырасқаннан кейін өзінің ата тегінен бас тартқызып, өз шешесінің фамилиясын алады. Тіпті Қырғызстанда былтыр отчествоның орнына мачество жазылуға арнайы заң түрде рұқсат берді ресми. Енді сонда біз нағаштан алады екенбіз, сонда өз тегімізді сызып тастай беруімізге бола ма? Әрине болмайды. Өкінішке орай ажырасып кеткен отбасылар көп. Кезінде, қазіргі заманда ата-анамен ажырасқанда көбінесе бала кіммен қалады? Анамен қалады. Ана әрине өкпелі, ренжулі, оның туған туыстары бар, әке шешесі бар. Сонымен сол әйелдің күйеуіне, балалардың әкесіне неше түрлі сөз айтады. Бір-бірімен қырқысады, жұлысады. Сонымен әкесінің тегімен ешқандай қарым-қатынас жоқ. Бізге қаншама 30 жастағы да, 50 жастағы да әкемді білмеймін. Не істеуім керек? Психологияның, әсіресе қазақ болмаса, көзқарасы басқаша екен. Ол саған көмектеспесе, әкең, ол саған не керек? Оны сен не үшін іздейсің деп. Біздің көзқарасымыз басқа. Тегін білмеген, тексіз. Сондықтан бізде бағдарлама бар. Қалай әкеммен табысу керек? Оның ең маңыздысы сондай әкемді білмеймін. Айту білеймін, әкем ана жақта тұрады, әкемнің тегі бар. Кейбір жағдайда әкелер екінші, үшінші рет үйленіп кетеді, бала шағалары бар. Кейбір жағдайда ол үйленген жоқ деп. Сондықтан біз баладан мен ең бірінші сұрайтын, әкене өкпен бар ма? Өкпелеймін. Анан әкене өкпелей ме? Өкпелейді. Өкпе, реніш деген ол адамның эмоциясы. Мен байқағаным, қазақтың бір сөзі бар, жолым ашылмайды. Адамның эмоциялары көп, оны психологияда, психотерапия қалай да зерттеді, былай да зерттеді. Оны түсінгісі келсе, психологтарға барсын. Менің түсінігім бойынша, мен былай түсіндірем. Әкене ренжіп жүрсен, анан әкене ренжіп жүрсе, жолын ашылмайды. Ал соны өкпе ренішті қалай жою керек? Біздің өз ерекше тәсіліміз бар. Сондықтан бізде көп сондай тәжірибемде бар. Ана өзіңгі бұрынғы күйеуін кешіре бастағанда, бала өзінің әкесін кешіре бастағанда, әкелері хабарласа бастайды. Балаларына көмектесе бастайды. Ол туралы мен Инстаграмда бірталай пост шығарғам. Кейбір жағдайда балалар өзі кешіргеннен кейін толық қалай кешіруге болады, ол әкесіне көзқарасы өзгереді ғой. Сонымен қаншама бізге келген бала әкелерін тауып, әкелермен жақсы қарым-қатынаста, тіпті әкесі жоқ болса, әкесінің туған туыстары бар ғой, солармен қарым-қатынаста. Сосын кейін былай да жағдай болады, әкемді таптым. Бірақ та әкем, енді ол шындық, шеді екен, бомж екен. Мен әлі ондай әкемен сөйлесуге, көруге дайын емеспін дейді. Әсіресе жас болғандар. Сондықтан мен айтам, жарайды, онда тоқтай тұр. Уақыт керек. Бірақ та әкенің тегінде кейде қалшында мен дені дұрыс адамдар бар ғой. Әкенің апайы, қарындасы, ағасы бірінші солармен табысады да, біраз уақыттан кейін әкелерімен. Оны қазақ не үшін айтқан? Ол текте жалғасып жатыр ғой. Ұрпақтар дүниеге келіп жатыр, әсіресе әкесі екінші рет үйленсе. Сенде әкенің ер азамат болса, мен сонда айтады, ой, әкеммен қарым-қатынаста болғым келмейді, керек жоқ ол маған деп. Мен сонда бірақ сұрақ қоям. Ұрпақтарым бір-бірімен үйленбейді дейтін кепілдік бере аласыздар ма? Бәр қазақтардың түсіндім дейді. Ер азамат болсын, әйел болсын, менің практикалық тәжірибемде сондай 4 жағдай болды. Бір әкеден туғандар. Үйленген ме? Үйленудің алдында болған. Міне масқараның көкесі осында. Сол үшін, не үшін қазақ тегінді біл, ата-бабалыңды біл. Сосын кейін енді арғарата шеше бастаймыз. Сондықтан біздің көзқарасымыз басқа. Фамилияға келсек, қазір өзі Инстаграмда қайдан алғанын білмеймін, ол ғылыми түрде емес, фамилияңды өзгертсең, өмірінде өзгереді деп.
өтірік, жалған дүние. Фамилия ешқандай әсер бермейді. Есім әсер беруі мүмкін. Себебі бізді көбінесе фамилиямызды сирек айтамыз ғой, есіммен. Сондықтан ол біздің сүйегімізге сіңген сөз ғой. Біз білеміз, мен Әсия, Әлия, Асқар дегендей. Қазақтарда кезінде фамилия да болған жоқ. Сондықтан қаншама өзгерте берсең де, фамилиядан өзгерткеннен өмірін өзгермейді. Фамилиямен байланысты жағдайлар. Міне сол Қырғызстандағы, ол неге, мен түсінгенім, ол әйел ажырасқан, сондықтан мачество, сондықтан ол өз атын бітті отчество қылып берсе, өз әкесінің, өз анасының, ол күйеуінің бұрынғы сол балалардың әкесінің тегімен толық жақсы кешірмей, жақсы қарым-қатынаста болмай, өзінің де тағдыры, әсіресе балалардың тағдыры өзгермейді. Ал енді бірақта қазір сондай өзі бағыт бар, фамилия керек жоқ, мысалы Нұрпағызы, ұлы деп жазу керек деп, ол оф, ев деп қай кезде басталды? 19 ғасырда біздің әгі Ресейден келген ғой, сосын 20 ғасырда советтік мемлекет болған, ол мемлекеттің әгі условиясы болды. Сондықтан енді қазір басқаша, енді мен ойымша, тіпті сол үшін әгі қазіргі жас жігіттер кінәлайды, сен неге оф, ев? Ол тағда дұрыс емес. Біздің қазақ бір-бірін кінәлағаннан уже шаршау керек. Ол әрбір отбасының өз көзқарасы бар, өз неменесі бар. Мысалы, менің фамилиям күйеуімнің фамилиясы. Кезінде енді Сағынбаев болып жазылдық. Сағынбай деген менің күйеуімнің арғы-атасы. Менің қайнатам, ол кісі марқұм, бірақта ол кісі бір әңгімелесіп отырғанда айтты. Маған күйеуім айтты, өзгертпеңдерші, осы Сағынбай қалсыншы. Мен сонда қазір мысалы енді өзгерткім келсе, Сағынбай болып қалтырамын. Бұлай қарасаңыз, мен жақында немерелі болдым. Қазір енді ол мода ма, құбылыс па білмеймін. Енді бұлай қарасам, Қайрат тегі деп, Әділетұлы, сонымен біз ақылдастықта немеремнің аты Алдияр, Әділетұлы Сағынбай деп. Сондықтан мен білем, ол атамның аманаты. Сондықтан мүмкін ешқашан біз Қайраттың тегі, Қайраттың баласы деп, Қайратов деп, Әділетов деп етпейміз. Бұл сол Сағынбай болып қаламыз. Сондықтан мен ойымша, әрбір отбасы, әрбір тек өздері шешу керек. Мемлекет мынандай мүмкіндік береді. Пожалуйста, көші ғой. Тегі деп жазасын ба, ұлы деп жазасын ба, қызы деп. Қазір бір-бірімізді біз түсінуіміз керек. Түсінбеушіліктен қақтығыс басталады, соғыс басталады. Ал мына сөз өтірік па? Сонда мысалға, күйеуіңнің тегініне өтсең, қайын жұрты сол жақтың ата-бабасын қолдайды сені, соның қолдауын сезесің деген. Оны ешкім зерттеген жоқ, ғылыми түрде. Халық айта береді. Мүмкін оны, бірақта мен үшін оны халық былай деп айтты, халықтың даналығы бар. Мысалы, сөз сүйектен өтеді. Ол қазақтың сөзі. Сүйек деген ол ДНК. Ал қазір міне физиктар, әсіресе жапондықтар соның бәрін тексере бастады ғой. Сусындалып, жақсы сөздер айтты суға, жаман, сосын кейін приборлармен замер жасады. Сөйтсе рас, жақсы сөз айтса, сөздің ДНК-сы, бір нәрсе өзгерткен жаман, сосын кейін өсімдіктерде. Сондықтан қазір физиктар дәлелдеді. Неге сөз сүйектен өтеді? Ал жаңағы сіз айтқанды, оны уақыт керек, дәлелдеу керек екен. Бірақта бізде бар ғой, енді қыз қонақ, ол бекерден бекер айтқан жоқ. Біз не үшін дүниеге қыз болып тудық? Біз күйеуімізге күйеуге шығамыз, фамилиясын қабылдаймыз. Сондықтан бұлай қазақтың ұғымында, түркі тілдес елдердің ұғымында біз күйеуіміздің тегін жалғастырамыз ғой. Ол біздің ұғымымызда. Қазақтың ұғымында тек қана ұл бала жалғастырады. Ал енді генетика жағынан қарасақ, біз өз тегімізден айырылмаймыз ғой. Біздің күйеуінің ДНК-сын біз қабылдай алмаймыз. Біз өзіміздің ата-анамыздың тегін жалғастырамыз. Сондықтан генетиканың түсінігі бойынша қыз балада өз тегін жалғастырады. Ал бірақта бұл сөз қайдан шыққан? Рас, келін деген судай батып, судай сініп, тастай бату керек. Онында бар, ол қандай ұғым о жерде? Келін сол күйеуінің тегінің, отбасының салт дәстүріне бейімделу керек.
чужой монастырь со своим уставом не приходит дейді. Сондықтан оның заңдылығы қалай, олардың көзқарастары қалай, олардың әдет ғұрыптары қалай. Әйтпесе біз келіп былай істеу керек, былай істеу керек, әсіресе жас келін болса, ол жақта әрине психологиялық шиеленіс басталады, қақтығыс басталады, түсінбеушілік басталады. Сондықтан қазірде әйтеуір Инстаграмда кейде осындай тақырып көтерілді. Қыз бала күйеуге шыққанда өз фамилиясында қалу керек пе, жоқ күйеуінің фамилиясында қалу керек пе? Оны әлі ғылыми түрде әлі ешкім дәлелдеген жоқ. Бұлай болса бұлай, ал бұлай жалпы халықтың түсінігімен қарасақ, менің ойымша келешек ерлі зайыптылар, жастар келісімге келу керек. Мысалы, күйеуі қаласа, менің фамилияма өт десе, өту керек. Ал кейбір қазір жастар айтады, менің фамилияма өтпей ақ қой, өз фамилияңда қала бер. Сөйтіп бір-бірімен келісімге келіп шешсе, сонда келешекте ешқандай түсінбеушілік болмайды. Сондықтан фамилияға бұл байланысты емес. Ал біздің дүниеге әкелген баламызда оны да түсіну керек. 23 хромосомама біздің күйеуіміздің тегінен, ата-енеміздің сүйегінен келіп отыр. Жартылай біз өзімізден енді балаға ол нақыштар болады. Ғылыми түрде осылай түсініктеме. Сосын кейін тағы да қазір интеллект тек қана анадан беріледі. Кім шығарғанын, қайдан шығарғанын білмеймін. Бұл да ғылыми жолға жатпайды. Себебі енді әкемде, өз әкемде, өз атамда интеллект болса, ол маған берілмей ме? Беріледі. 50-50 дейсіз ғой. Беріледі ол. Қазіргі кезде шетелге асырап кеткен балалар, асыранды балалар қайтып келіп жатыр ғой. Елге қайтып өзінің анасын іздеп таппай жатқандары бар, таппай жас болса да өмірден өтіп кетіп жатқандар бар. Мысалға өзім жолын таппадым, өмірден жаңағыдай сіз айтпақшы жолым болмады деп басын сансаққа жүгіртіп, енді сол балалар, егер мысалға таба алмай жатқан балалар қалай болады? Мысалы ата-анасының кім екенін білмейтін. Шетелден келген балалармен мен кезігіп көрген жоқпын, жай ғана оқып отырам. Оның бірі Жанар Байсемес, бірақ та 90-шы жылдары Совет билігі қирағанда өте қиын заман болды ғой. Сол кезде енді бір ауыр сөз бар, некесіз туды, жолдан туды, сондай балалар көп болды. Сонда жас қыздар ол кезде детский дом баланың үйіне тастап кетті, детский приют дейді. Сол балалар қазір міне 30-тан асып келе жатыр. Сонда 2-3 баламен мен кеңес бердім. Олар ананы түсініп, мынаны түсініп, әрине тегім кім, руым кім, міне қазаққа не үшін сол керек. Ерте мүмкін мен бір қызға үйленсем, менің туысым болып шықса қалай болады деп, сондай менде теледидарға шақырды, атын ұмытып қалдым, қызбен танысады, үйленем деп әкесіне барады ғой. Енді өзі ғана кіммен ол барады, сөйтсе әкесі сұрапты, руың кім деп, білмеймін десе, руыңды білмесен, мен қызымды қалай асырайсың деп қуып жіберіпті. Сонымен ол бала журналисттарға сүйенеді, іздеп көреді. Әке шешесі кім екен деп, кезіндегі роддомға барады, әйтеуір бір қағаздар табады, сонымен теледидарға соның бәрін ашық шығарды. Ол жерде журналистік этиканы сақтамаған журналистерді мен шақырмаймын. Әне жерде тікелей эфирді ашық айтты, қай ауыл, әке шешесінің ана ауылдан сол кезде телефон соға бастады. Сосын кейін ашық анасының аты жөнін айтты. Мен айттым, не істеп отырсыңдар? Мүмкін ол әйелдің күйеуі бар шығар. Қазір бетін көгертеді ғой. Мүмкін ол жасырып жүрген шығар. Бұлай етуге болмайды, Сосын кейін бірақта мен Анарбек аты. Анарбекке айттым. Менен сұрады, Анарбекке қандай көмек беруге болады? Мүмкін табылмайды, Сонда Докучаевтар кезінде олар Екатеринбург қаласында осындай балалар үйіне барып, солармен барғанда 2 жыл жұмыс істеген. Бізде мен қазір білмеймін, балалар үйі бар ма, жоқ па. Солар олардың байқағанда балалар үйінде кім істейді мамандар? Олардың өздері жетім. Тәрбиеші ғой. Өзі жетім тәрбиеші балаға қандай бағыт береді? Жетімдік қана бағыт береді. Бұны жетімдік синдромы дейді, құрбандық синдромы.
Сондықтан Докучаевтар бірінші жылы сол тек қана тәрбиешілер, мұғалімдермен жұмыс істеу керек. Жұмыс істепті. Оларды жетімдік құрбандық синдромынан шығару керек. Сосын кейін барып, уже балалармен жұмыс істеген. Балалармен жұмыс істегенде, кезінде мен естігенде қалай таң қалдым, мүмкін ол бала ата-анасын таба алмайды. Қазақ болса руын да біле алмайды. Бірақ та, міне Валерий Васильевич пен Лариса Николаевна оларға қандай бағыт берген. Сен мүмкін таба алмайсың, біле алмайсың, но ты глава своего рода. С тебя начинается свой род. Мен сонда тікелей эфирде Анарбекке түсіндіргенде, Анарбек, сен мүмкін таба алмайсың, бірақ та сен өз тегінін бастап отырған адамсың. Сен қалай боласың? Сенің ұрпағында солай болады. Ананы айтқанда, түсінгенде адамның көз қарасы, көзі жарқ ете түседі. Менің тегім басталады. Мен қандай болам, ұрпағымда солай болады. Бірақ та сол кезде Алматыда қазір ол генетика физиология институты деп аталады. Ол жерде көп үлкен қазақ рулардың, ол кішігірім емес, Найман, Арғын, Қыпшақ, солардың маркері бар екен. Сонымен бір ай олар зерттеді де, сосын кейін бізде тағы тікелей эфирге шақырып айтты, руы кім екен. Сөйтіп Анарбек руын тапты. Қазір мұтып отырым, Дулат қой деп. Ал менің енді біздің WhatsApp'та топтарымыз бар, осы біздің бағытқа қызығушылық тудырғандар. Сосын кейін мен айттым, Анарбек, Дулат руының қыздары, ұлдары солармен барып танысты, ол руын біледі. Сондай бірталай жастарға, олардың бәрі ер азамат болды. Енді балам сияқылды ғой, 30-дан асқандар. Қазір бірақта ол институт ондай зерттеуді қабылдамайды ғой деймін, көбейіп кетті. Бірақта Астанада, Алматыда жеке меншік осындай лабораториялар бар. Соларға қанын өткізіп, тек қана ер азаматтың қаны қанына қарап дәлелдей алады. Қыз баладан өте қиын екен, сондықтан сөйтіп өзінің руын да білуге болады. Сосын кейін арғарда біз сондай психологиялық көмек береміз. Руын, тегін сенен басталады, ұрпақ, сен қандай боласың ұрпағын, ары қарата ондай балаларды жетімдік құрбандық синдромынан шығарту бізде жолы бар. Мысалы, ондай балалардың өздерінің мынандай ойлары бар. Тірегім жоқ, сүйенішім жоқ. Ол тіректі, сүйенішті қалай табу керек? Ондай балалар көп жағдайда жоқ деп айта алмайды. Сосын кейін бәр адамдарға көмектескісі келіп тұрады. Өздері үшін көмек сұрай алмайды. Бұның бәрін психологияда зерттелген. Бұл адамның мінезі, адамның әдеті, ең бірінші сол әдеттерден жойылса, ары қарата ондай балалар жақсы қыз кезігіп, отбасын құрып, ары қарата сол жетімдік бағытын тоқтата алады. Сондықтан маған енді қызығушылық туды. Мына мысалы Қымбат Досжан, бір бала келді ғой. Бельгиядан келді, Мұрат Сәбиев. Ол үшін енді мен ондай балармен жұмыс істеген жоқпын, сондықтан айта алмаймын. Ол тапты ма, тапқан жоқ па, білмеймін. Жоқ, әлі тапқан жоқ. Сонда ол тек қана жаңағындай генетикалық орталыққа барып, өзінің руын, тегін ғана руын білсе болады. Дәлелдеуге болады. Әсіресе енді білмеймін қалай, мына институт, генетика мен физиология институтына. Сосын кейін тағы да мынандай бір жағдай болды. 40-50 жылдары некесіз туған бала көп болды. Оның себебі бар. Ауылда 40 әйел, 5-ақ ер азамат. Ол шындық, ол ақиқат. Кейбіреулері айтты, біледі. Біздің әкеміз анау, көп оны жасырынды. Ұят деген міне осыдан туды ғой. Ал қазір сондайлардың өздері, олар уже 60-тан асқан, 70-тен асқан, ер азаматтар, әйелдер, олардың балалары. Мен білмеймін, солай міне 47-ші жылы тудық. Сөйтсек, акасы менің әжемнің бірінші күйеуі соғысқа кетіп, хабар-ошарсыз кетті. Әжем менің әкемді басқа біреуден тауыпты деп, оларға да руын білмейді, руымызды білгіміз келеді деп, сондай институтқа жіберемін. Жеке меншік лабораторияға барды, бір ер азамат менімен хабарласты. Маған ренжіді. Апай, сіз жіберіп едіңіз, маған 60% Найман деді, 40% Жалайыр деді. Өз атан
Найман болды, әжең жалайыр болған шығар, ол екеуі де сенің туысың дедім. Жоқ, мен нақты білгім келеді, енді атам кім болды. Сосын кейін мен қалжыңдадым. Психотерапевттің мынандай ұғымы бар. Адамның Алла тағала адамға берген бір құралы бар, ол дене. Дене ешқашан біздің ағзамыз адамды алдамайды. Адам кейде бір нәрсені естиді де, менде осындай бар ғой деп, сондай мысалдар келдіріп, айттым, білесің бе наймандар қай жақта тұратын? Көбінесе Семей жақта. Семейге барды, наймандардың ортасында бір апта өмір сүрші, сосын кейін түсінесің. Сен наймансың ба, найман емессің бе? Жалайырды білесің бе? Білмеймін, Талдықорған жақта. Талдықорғанға барды, жалайырларды тапты да, бір апта солармен араласшы, сонда сен түсінесің. Сен көбінесе наймансың ба, жалайырсың ба? Мүмкін олар екеуі де сені туысын шығар деп қалжыңдадым, қабылдады, бірақ та кері байланыс берген жоқ. Міне солай детуге болады. Қызық деңіз. Ал жаңа бастап кезде айттыңыз ғой өзіңіз, атам халық жауы болған дедіңіз, одан кейін менің бойымда сондай қорқыныштар пайда болды. Яғни біздің ата-бабамыздың бойымыздағы қалған жаңағы берген сценарийлері, ол қай атадан бастау алады? Түсіндім. Бізге кеңеске, біздің оқыту сабақтарымызға бір 7-10% келген адамдар мынандай 19-18, 17 ғасырда болған оқиғаларды айта бастайды. Сонда қазір біздің көзқарасымыз ол мәселе әлі күнге дейін шешілген жоқ. Себебі отбасыда текте әлі күнге дейін айтып отыр. Көбінесе ол қайғы жағдайлар, жаман әгі, көбінесе ол қарғысқа байланысты. Негізі біздің әдісімізде ғылыми жолмен қарғыспен қалай істеуге болады, сондай жол бар. Сосын кейін айтам, оның бәрін қазірге шешуге болады. Себебі ол мәселе әлі күнге дейін шешілген жоқ, сондықтан не ұрпақтан ұрпаққа айтып отыр. Айтпаса, ол уже шешіліп кеткен мәселе. Ал көбінесе біз генетиктердің зерттеуіне сүйенеміз. Олар 2 мықты қорытынды жасады. Бірінші қорытындысы қалыптасқан мінез құлық, әдет ғұрып 3-4 ұрпақ бойында анық түрде көрінеді, білінеді. Себебі олар бізге жақын ғой, көбіміз аталарымызды көреміз, әжелерімізді, қазіргі балалар тіпті арғы ата мен арғы әжелерін көріп үлгереді. Олар туралы бізге жиі айтады. Сондықтан сол 3-4 ұрпаққа дейін біз көбінесе зерттейміз. Екінші қорытындысы, сол қалыптасқан мінез құлық, әдет ғұрып, 1 ұрпақтан кейін ортаға бір ұрпақ салып, белсенді түрде көрінеді, білінеді. Бұл ғылыми тілмен түсініктеме. Жалпы тілмен айтсақ, аталарымыз бен әжелеріміз, кейбір жағдайда арғы атамыз бен арғы әжелеріміз біздің өміріміздің сценарийін жазып кеткен адамдар. Әкеміз бен анамыз режиссер, біз актерміз. Біздің әріптестеріміз психолог, психотерапевттен айырмашылығымыз қазір бала кездегі жарақат деген керемет сондай қазір популярный тема болып тұр ғой. Біз оған назар көп аудармаймыз. Біздің сұрайтынымыз, атам мен әжеммен не болды? Өмірлері қандай болды? Арғы ата, арғы әже. Адамның проблемасын түйіні сол жерде жатыр. Бұны қазақтар жалпы сөзбен тұқым қуалаушылық деп айтатын. Міне сол. Ал енді біз аталарымыз, әжелеріміз, арғы ата әжемізге келсек, ол 20 ғасыр. Ал 20 ғасырда не болды? 1917 жылдан бастап, Қазан төңкерісінен кейін бабаларымыздың басынан не өтпеді? Азаматтық соғыс. Қазақ қазаққа қарсы шықты. Біреу ақтарды қолдады, біреу қызылдарды. Сосын кейін 20 жылдағы ашаршылық. Сосын кейін кәмпеске дейді, тәркілеу. Бүкіл байлығын тартып алғанда. Енді есін жинай бергенде 37 жылғы репрессия. Репрессияның кейін 30-32 жылдарға ашаршылық. Ол тақырып деген енді керемет сұмдық. Біреулер 60%-дан айырылдық дейді, 70%-дан. Ол рас. Сосын кейін 41-45 жылғы. Кейде мен ойлаймын, қалай міне бір 20-30 жылда біз пандемиядан әзер аман қалдық. Сонда қалай біздің рухтар мықты болған, соның бәрін етіп, соның салдары дейді қазір. Психология, психогенетикада біздің әдісіміз бойынша сол 20 ғасырдағы болған әлеуметтік катаклизм салдары, оны медиктер жақсы біледі,
посттравматический синдром дейді. Кезіндегі стресс алғаннан сол стресстен бұзылуы. Сол үш төрт ұрпақ, кейде 5-ші ұрпаққа дейін көрінеді, білінеді. Мысалы, кәмпескеге ұшыраған ата-бабалардың ұрпақтары кәсіп ашуға қорқады, кәсібінен айырылып қалады. Ол отбасыда ақша қолдың кірі, немсаған байлық неменеге керек, сондай көп ұстанымдар, ал бірақ та бай болғымыз келеді ғой. Соның қалай шешу жолдарын біз көрсетеміз. Сондықтан бізге келген біздің клиенттеріміз байып жатыр, өсіп өніп жатыр. Міне жақында былтыр ақпай айында бір өзі бизнесте жүрген жігіт семинарға келді. Ата-бабалары кәмпескеге ұшыраған. Сонда семинардан түсінгені, мен ақшамды сақтап, жинақтап көбейте алмаймын екен деді. Себебі кәмпескеге ұшыраған бабасы сақтай алған жоқ қой. Көбейте алған жоқ, мемлекет тыйым салды ғой. Бай болуға болмайды. Бәрі бір қалыпта болу керек. Сонымен жұмыс істей бастады. Біз сол қалай адам өз-өзімен менталды, рухани жұмыс істейтін соның жолын көрсетеміз. Күзде маған телефон соғады, тем более инстаграмға шығады. Әли апай, мен ақшамды сақтап, жинақтап, көбейтуді үйреніп, үй алдым. Міне біздің мақсатымыз осы, адамға біз қандай көмек бере аламыз. Яғни біздің қазіргі кездегі азық-түлігіміз болса да, тамағымыз болса да, тегін дүниеге жүгіру, көрмелерде болды ғой, барлығы таласып жеу деген, сол барлығы ата-бабамыздың жадымызға салып кеткен, жадымызда қалғаны. Бірақ та біздің әдісімізде қандай өмірлері болмаса да, қандай қиындық көрмесе де, кейде күнәлары да болды, қателіктері де болды, біздің әдісімізде ешбір бабамызды, анамызды, әжемізді кінәлауға болмайды. Олар қалай түсінді, солай өмір сүрді. Әйтпесе кейбіреулер дұрыс түсінбейді. Олар неме біз ешкімді жазғырмаймыз, біз бірақ та түсініп, соған анализ жасаймыз, талқылаймыз. Енді осы жерін былай ашып айтып кетіңізші, мысалға, бұны былай түсіну мүмкін, кейбір көріп отырған, естіп отырған кісілер. Біз өзімізден жауапкершілікті ысырып тастап, жаңағы ол ата-бабамыз солай өмір сүрді, солай сезінді. Енді солардың қорқынышының кесірінен біз осылай өміріміз сүріп жатырмыз. Жаңағы ата-бабамыз байлығын сақтай алмады. Енді бізде кәсіп бастауға жаңағы айтып кеттіңіз ғой, қорқамыз деген. Біз өзіміздің жауапкершілігімізді ысырып тастаған емес. Ол табиғат, Алла тағала адамды солай жаратты, ДНК арқылы. Сол 46 хромосомада компьютермен, тілімен айтсақ, бағдарлама жазылып тұр. Айтады ғой, маңдайына жазылып деген міне осы. Бірақ та түсінген адам соны қазір ешкімді де жазғырмай, айыптамай, қалай шешуге болады. Мен түсінгенім, мына қорқынышым әжемнен келіпті ғой. Мына менің үрейім атамнан келіпті ғой. Бірақ та мен өзімнің жауапкершілігімді сырт тастаған жоқпын. Сондықтан мен онымен қалай жұмыс істеу керек екенін жолын тауып, сол өзімнің қорқынышымнан, үрейімнен, жағымсыз, басқа жаман мінезімнен айырылдым. Міне осы. Біз айырылып, одан кейін өзімізден кейінгі ұрпаққа жақсы сценарий қалдырамыз. Біздің де тағы бір мынандай түсінігіміз бар. Бұл адамның мінез құлқын өзгертуге ықпал ететін бағытпыз. Соның түпкі себебін тапса, енді мен психологиялы үлкен сыйластықпен қараймын, бірақ та көп жағдайда психолог, психотерапия бойынша көп жылда бір мәселені шеше береді. Бірақ та түйін деген бар ғой. Ең бірінші бастамасы адам соны түсінгенде, былай жалпы төлмен ана түйін шешіліп кетеді. Мынау бабамда болған екен ғой. Мен басқаша өмір сүре алам екен деп, ондай адамдар, бізге келген адамдар ешбір бабасын айыптамайды, жазғырмайды, өзінен жауапкершілікті алып тастамайды. Мен сондықтан түсінемін, біздің бағыт кейбір адамдарға керек жоқ. Түсінетін адамдар ғана бізге келеді. Карма деген бізде бар ма, ата-бабамыздың кармасы деген? Біріншіден, карма деген сөз, ол тіпті орыстардың да сөз емес. Бұл ұғым Индустаннан келіп тұр. Сондықтан тұқым қуалаушылықта сол себебі бар, салдары бар. Сондықтан біздің бағытта карма деген сөзді қолданбаймыз. Индустар қолдана берсін, басқа санды санайтын, чакран санайтын қолдана берсін. Бізде карма деген ұғым жоқ. Бірақ та мен 20 ғасырда не болғанын түсіндірейін. 20 ғасырда оны қазір көп тарихшылар, нақты болжамдар бар, нақты мұрағаттар жоқ. Не үшін қазақты соншалықты қырып жойды? Оның себептері бар дейді.
мүмкін біз сондай ұлт болған шығамыз, мен нақты айта алмаймын. Негізгі мына совет билігінен 3 ұлт қатты зардап шекті: орыстардың өздері, украиндар, қазақтар. Қалғандар да репрессияға ұшыраған, тағы да басқа қуғын сүргінге ұшырағандардың саны аз болды. Қуғын сүргін, репрессия, соғыс болғанда біздің Қазақстанға келгенде ең бірінші кімді жоя бастады? Ақсақалдарды. Себебі ақсақалдар ұлттық құндылықтарды сақтап отырған. Сосын кейін бүкіл Алашордамыздан аман қалған ешкім жоқ қой. Сондықтан 20 ғасырда әлеуметтік катаклизмдар болғанда ең бірінші жойылған ер азаматтар. Мықты ер азаматтар. Рухы мықты. Өзінің отбасының, қазақтың қожайын деген сөзі бар. Өзінің отбасының басшысы, тегінің басшысы, руының басшылары. Советтік билік білген кімді бірінші жою керек. Сондықтан кімдер қалды? Әйелдер қалды. Аналары, әйелдері, қарындастары, апайлары. Ер азаматты әкетіп бара жатқанда, ер азамат қалған әйелге не дейді? Ұрпақты сақта дейді. Осындай стресс болған кезде бұны психология жағынан түсіндіру керек. Әйел адам енді аман қалу керек. Орыстың бір жаман сөзі бар: я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Сондықтан біздің әжелеріміз, арғы әжелеріміз әйел екенін ұмытып, әрбір адамда анамыздан әйелдік энергия дейік, қазір еркектікте біздің немеміз бар, жадымыз бар. Сондықтан тракторға да отырды, тез болды, суық ана болып. Сондықтан 20 ғасырда біздің халық көбінесе әжелеріміз бен аналарымыздың арқасында аман қалды. Сондықтан саны да, еркектің саны азайды ғой. Бұндай катаклизм болғанда, стресс алғанда, түп санада, бейсанада адам түсінбейтін, ұқпайтын мынандай ұғым пайда болды: ер азамат болу қауіпті. Ер азамат болсаң, қырады, жояды. Сондықтан ол даже табиғатқа әсер етеді. Әйелдің міне жерінде түп санасында, миында әкемді өлтірді ғой, күйеуімді алып кетті ғой деп, сонда тіпті ұлды тууға да қауіпті. Әйелде сондай қорқыныш болса, мына табиғат деген мына Y хромосоманы арғарта бермейді. Тек қана қыздар ғана туа береді. Қазір ғана міне біз теңге жақында мен оқыдым статистиканы. Сондықтан мысалы міне 5 қыз бір ұл. Түбі қорқынышта жатыр. Мықты ер азамат тәрбиеге қауіпті. Мықты рухты азамат болса, оны қырып жояды. Сондықтан жалғыз ұл, 2 ұлды әйелдер қалай тәрбиелейді? Әлпештеп. Рухы әлсіреп кетеді. Сондықтан қазір слабый мужчина дейді, оның себебі, негізгі себебі сонда, ол зорлық көрсетті, сөйтті, ол жай біреулер ойлап тапқан. Негізгі себебі сол. Себебі біздің, әрине, біздің ата-бабаларымыздың, ер азаматтардың да кемшіліктері де болды, қателіктері де болды. Бірақ та бізде әйелді еркін ұстаған халықпыз. Біздің домалақ анамызды айтсақ, басқа аналарымызды айтсақ, біздің әйел мен ер азаматтардың байланыстары, мысалы, арабтарға қарағанда, басқа ұлттарға қарағанда басқаша болды. Бірақ та 20 ғасыр бізге көп проблема тудырды. Негізгі себебі сол. Сондықтан қазір ананың, әйелдің ұлы миссиясы ер азаматты нағыз ер азамат қылу, тәрбиелеу. Бізде семинарлар болады. Мысалы, міне жақында Таразда, Шымкентте ата-аналар мен балалар деген тақырып өткізем 2 күн. Мен сонда әйел адамдарға көріп, атасы соғыстан хабар-ошарсыз кетті. Арғы-атасын репрессияға ұшыратты. Мына кісі ашаршылықта тамақ табам деп жоғалып кетті. Ұлың бар ма? Бар. Ұлыңды қалай тәрбиелейсің? Әрине, бәр дайындыққа үйретеді. Сондықтан мен үйретем, ұл баланы қалай тәрбиелеу керек екен. Ұл баланың рухын нағыз ер азамат болу үшін, әке болу үшін, әкенің жауапкершілігін нақты жар болу үшін, соның бәрі түп себептен бастап біз үйретеміз. Сондықтан мен мынандай көзқараспен онша толық келіспеймін. Менің көзқарасым басқаша. Ер азамат болу қауіпті. Себебі біздің мықты ер азаматтардың бәрін қырып жойды.
Оның түбінде қорқыныш жатыр, үрей жатыр. Сондықтан қазір ер азаматтар өздері де сондай қорқыныш үрейден айырылу керек. Аналары, әйелдері де сондай себептесу керек соған. Бір мысал келтіре аламын? Иә, келтіріңіз. Ер азамат келді, бірінші әйелінен де өзі кетіп қалды, ажырасты. Екінші әйелінен де өзі ажырасты. Жалғыз мен мансабымды арғарата жүргізейін, карьера жасайын деді. Кім болғың келеді десем, мен бірінші болғым келеді деді. Бірінші ол қалай десем, бастық болғым келеді. Бірақ та ол бастық деп айтқан жоқ. Бірінші болғым келеді деп айтты. Өзі бір министрлікте жұмыс істейді, өмір бойы орынбасар. Сөйтсем, бірінші болу деген ол жігіт үшін департаменттің бастығы, не болмаса бір ауданға, облысқа бірінші басшы болып бару. Екі аталары, сондықтан біз дәлелдейміз. Атаң кім болды? Нағашы атаң кім болды? Арғы аталарың кім болды? Өз атасы кезінде 30-шы жылдары ауылында бірінші тракторға отырған адам. Ол кездегі бірінші тракторға отырған ер азамат ол қандай? Білімі бар ма? Бар ма? Сана сезімі жоғары ма? Жоғары. Ол лидер ғой, лидер. Сондықтан мен анализді қалай жасау керек екен, қысқаша түсіндірейін. Мына ұрпағының немересінің түп санасында, гендік жадында бірінші болу заңдылық бағдарлама бар. Соны біз қалай генетиктер распаковать дейді. Ояту жолын көрсеттік. Атам бірінші болды, сен де бірінші бола аласың басқа салада. Ал бірақтан атасы соғысқа кетіп, қаза тапқан, оралмаған. Сондықтан мен сол ер азаматтан сол түп санасына сол қорқынышты шығардым ғой. Мен бірінші болсам, менімен бір нәрсе болып қалатын шығар. Ол өлімнен қорқатын үрей. Міне, түп сана сонда. Соны шешу жолын көрсеттім. Сосын кейін нағашыларын зерттедік қой. Нағашы атасы соғыстан аман есен келген, өмір бойы бір жерде директор болған. Директор тағы бірінші ғой. Ол кісі бірақта пенсияға шыға алмай, жарақаттардан 50 жастан асқанда қайтыс болған. Сонда мен ұрпағынан сұрайын, сен өзіңді пенсияда көре аласың ба? Жоқ. Пенсияда мен өзімді көрмеймін де сезбеймін дейді. Ол енді түсінікті ғой, неге? Себебі атасы пенсияға да жете алған жоқ. Оны қалай өзгертуге болады, трансформация жасауға болады. Біздің әдісте бар, көрсеттім, трансформациясын жасады, өзгертті, тектің бағдарламасын. Ал арғы атасы райкомның бірінші хатшысы болған. Тағы да міне бірінші 37-ші жылы репрессияға ұшыраған. Сонда 3 бабасы бір жағынан ұрпағына нені көрсетіп тұр? Бірінші бола аласың, сенде рух бар, мықтылық бар, лидерлік қасиеттерің бар. Бірақ та үшеуі де дүниеден ерте кеткен. Соны біз өзгерткеннен кейін үйленді де 3-ші рет. Ана әйелдермен, балалармен жақсы қарым-қатынаста 7-8 айдан кейін өзінің сол облысында бірінші басшы болды. Міне, түсінген адам міне қандай анализ жасау керек. Яғни оның екі отбасынан да кетіп қалу, ол қашу? Қашу. Кету үлгісі дейді. Дұрыс түсініп отырсың, Назерке, кету үлгісі дейді. Сонда қызыққандар орыс тілінде синдром предков, психогенеалогия деген мықты Европаның психотерапевті жазған кітап бар, Анс Шутценбергер. Сол кітапты оқысам, оны синдром предков дейді. Сосын кейін оны көп психологтар, психотерапевтер, біздің бағытта жұмыс істеп жүргендер біледі. Ол тектегі болған бір мезгіл. Міне, сол жаңағы жігіт бірінші рет өз атасының жасына жақындағанда бір нәрсе болып қалмау үшін отбасынан кетіп қалған. Кейбіреулері ішімдікке кетіп қалады. Біреулері қазір құмарлыққа кетіп қалады. Ол, бұлай айтсақ, адамның психологиясында бұлай сақтау механизмі бар. Ал екінші әйелінен, екінші бабасы бар ғой, арғы атасы. Соның жасына жеткенде кетіп қалған. Зато өзі аман есен қалды. Бұны психологияда дұрыс кету үлгісі дейді. Сондықтан біз қазір сол кету үлгісін профилактика жасау жолын көрсетеміз. Соның бәрін түсінгенде адам өмірін басқаша сүреді. Сол жігіт сонымен қоса біздің Қазақстанда
ең бірінші тектанушы ер азамат. Қазір институтта сабақ береді. Пенсияға шықты. Атасы көрдіңіз бе? Шыға алмады ғой. Бірақ та сабағын беріп жүр. Қолы бос уақытында сол көбінесе ер азаматтарға біздің әдісіміз бойынша кеңес береді. Міне адам сол анализ жасап, дұрыс талқылап, біз қазбаламаймыз. Ешқандай аруақты қазбалаймыз. Біз анализ жасаймыз, талқылаймыз, зерттейміз. Сол әлгі өзіңді білгің келсе тегіңді біл. Адам сөйтіп өз өмірін басқа жақсы, өзіне жағымды жолға өзгерте алады. Яғни жаңа проблемаларын профилактика жасатып, одан кейін ата бабасының мықты жағында өзіне мықты қасиеттерін оятамыз дейміз бе, жаңғыртамыз дейме, сонда көп адамдар сөйтіп өзгереді. Тіпті кейде бабаларымыздың, аналарымыздың енді жағымсыз, кемшіліктері болады, күнәлары болады. Біз соны сол кемшілікті қалай жақсы қасиетке айналдыруға болады. Мысалы, Бішкекте біздің әріптесіміз бар, кезінде өзі психолог, әкесі карта ойнаушы болыпты. Сонымен ол ойланып отырып, енді сол жаман қой, ол былай рухани жағынан да қаншама одан ұтылды. Ол да ұтылды, үйінде сатты, анасында сатты. Ол енді былай дін жолмен айтсақ, харам жол, ол дұрыс емес, ол күнә. Бірақ та енді әкесі сондай болған. Сонымен бір күні сол бізге сөйтіп сол семинарда түсінгенде бүйтіп айтады, мен ойландым дейді. Мен оны қалай жақсы қасиетке айналдыра аламын? Қазір трансформационный ойындар көп қой. Мықты лабиринт предков деген трансформациялар ойын тапты. Міне. Ал трансформацияға ойын, карта дейміз ғой. Міне солай әкесінің жаман қасиетін өзінің кәсіби саласында міне жақсы қасиетке айналдырды. Енді біз мынау әкелер алаңы болғаннан кейін өзіңіздің әкеңізге оралайықшы, әкеңіз туралы айтып берсеңіз бізге. Әкеңіздің тәрбиесі туралы. Менің әкем есімі Нұрпа, 4 жасында әкесіз қалды. Менің атам халықтың жауы болып репрессияға ұшыраған. Анасы тәрбиеледі, ол жетім болды. Атасы, менің арғы-атам, ол кісі 28-29 жылы қазақтар оны ит жеккенге, қуғын сүргінге ұшыраған. Үйге оралған жоқ. Сондықтан әкемнің мінезі өте ауыр болды. Өмірінде бірақ та мектепте жақсы мұғалімдер кезіккен. Сонымен енді мен оны қазір білем, сол тегіміз өте мықты болған. Біздің әкеміздің тегімізде ағартушылар болған. Арғы-атам осы орталық Азияның мықты көпесі болған. Меценат болған. Әулиелер болған деп әжем айтып отыратын. Сондықтан папамның білімге деген құштарлығы өте мол болды. Жоғары білім мектепті күміс медаліне бітірді. Институтта қызыл дипломға бітірді. Сосын кейін тағы да оқып алды. Керемет таза адам болды. О кездерде коммунист қой. Таза коммунист болса Нұрпадай болу керек деді. Бірақ та отбасыда кезінде мен оны түсінгенім, бала кезінде көп қазір психологиялық жарақат дейді ғой. Мүмкін мазақтаған шығар, тискен шығар. Әкем халықтың жауы деп. Сондықтан әкем көп сөйлемейтін адам, үндемейтін адам. Сондықтан бала кезімізде ол маған бір тәрбие ол тек сол өмір сүргенімен ғана тәрбие көрсетті. Адал. Адам қалай? Жұмысына мықты, білікті маман. Қазір сол Үржар ауданымыздың құрметті азаматы. Көп айтатын, мына Нұрпаның басындай бас деп. Бірақ та былай ол кісі папам пенсияға шыққанда ғана біз ақырындап сөйлесе бастадық. Ол сол өзінің өмір сүруімен, көз қарасымен ғана сондай тәрбие берді. Папам әлі аман есен, мамам марқұм, 87 жаста, ес ақылы бәрі дұрыс. Сондықтан мен бір жағынан да ол маған, немерелеріне қандай үлгі көрсетіп отыр. Ол бір орында отырмайды, анаған да қызығады, мынаған да қызығады. Бізге айтады, телевизордан мынаны көрдім, өзі жалғыз тұрады. Біз мамам қайтқаннан кейін келістік, айттым, папа, мен үлкенмін ғой, сен енді өзің таңда. Кімнің қолына барасың? Ойланды да айтты, өзім жалғыз тұрайын. Біздің ол тегімізде сондай
өз-өзімізге әлгі занятие таба алатын адамбыз. Біз деген әлгі еркен, скука дегенді білмейміз. Сондықтан әлгі қыста кресканың бәрі жақсы көреді. Тұрған үйдегі қыста шығып қар күрейді екен, балаларға су құйып горка жасап береді екен, жазда шығып ана жерде. Сондықтан өзінің четкий распорядогі бар. Мына жерде мынандай уақытта тамақ ішем. Қазір ана жолы сіңілім күледі, японский диетаны тауып апты, сол диетамен деп. Сондықтан міне әкемнің әсері, бірақ та мен кезінде көп өкпе ренішім болды. Себебі мен нағашыларымның қолында өстім. 6 айымда оны бірақ та нағашыларым маған дұрыс түсінбеді ғой, сені тастап кетті деді. Сондықтан мен әлгі тастандық сезімім болды да, неге мені тастап кетті? Сөйтсе олар оқу үшін мені сол ата әжеме беріп кеткен ғой. Сосын кейін 1-ші классқа барғанда өздерінің қолдарына алды. Ал 6 жастағы, 7 жастағы бала ол уже басқа тәрбие көрген ғой. Сондықтан олар мені көп, әкем де анам да маған көп шектеу қойды. Анаған баруға болмайды. Мынау не керек? Мен керемет сондай белсенді бала болдым. Со жағынан маған көп тыйым салатын. Барма, сөйтпе, мен оны түсінбеймін ғой. Оны қазір ғана түсіндім. Не үшін? Біздің әкем ол тегінде белсенді болуға болмайды. Содан мені сақтап отырды ғой. Оны осы бағытқа келгеннен кейін ғана түсіндім ғой. Сондықтан кезінде 2005 жылы мен сондай өзімнің ізденісім болды. Әкем мен анама өкпе ренішін бар екенін толық түсіндім. Ал соны қалай жою жолын көрсетіңіздерші деп, анаған да бардым, мынаған да бардым. Тек қана біздің әдісімізде сол толық сол өкпе реніштен қалай жойылу керек екенін жолын көрсетті. Міне қысқаша осы. Әкемде 3 диплом бар, бәрі де қызыл диплом. Балалар да қазір енді бірақ та пенсияға шыққанда немерелеріне уже көп үлесін қосты. Балабақшаға алып келеді, балабақшаға апарады. Сол жағынан әкем пенсияға шыққанда өзгерді, бір мейірімділігі пайда болды. Бізге енді балаларына ондай толық көрсете алған жоқ. Неге екен? Оның себебі міне уже түсінікті. Өз әкесінің тәрбиесін көрмеген ер азамат балаларына толық түсінбей жақсы әке бола алмайды. Міне сол. Рахмет. Енді мынау қазіргі ұрпаққа қатысты айтып жіберіңізші ойыңызды. Мысалы қазіргі уақытта біздің ата бабамызды, тегімізді танудың ұрпақ өсіруге, ары қаратай ұрпақты тәрбиелеуге маңызын. Енді ең маңыздысы ата ананың ұлы миссиясы текті жалғастыру. Не үшін біз қыз болып, ұл бала болып жаратылдық? Баланың ұлы миссиясы текті жақсарту. Сондықтан енді мен әкелерге айтатын ұсынысым, тегінді біл қазағым, тегін білмеген тексіз деп. Сондықтан енді кезінде әкелерімізден, аналарымыздан қазіргі әгі модный сөз болып кетті ғой, психологиялық жарақат алсаңыз, қазір бағыт деген көп. Соның бәрімен жұмыс деп, семинарға барасыз ба, кітап оқисыз ба, әгі подкаст тыңдайсыз ба, адам өз-өзін өзгерте алады. Өткен заманды ата-бабаларымызды өзгерте алмаймыз. Оларға тек қана көзқарасымызды өзгерте аламыз. Көзқарасымызды өзгерткенде, ата-ана өзгергенде, бала да өзгереді. Сондықтан қазір сол балаларға ата-бабалары туралы, мысалы ер азаматтың нағашылары туралы жақсы қасиеттерін, жақсы қабілеттерін көбірек айта алу керек. Сенің анатан мынандай болған, арғатан мынандай болған, ана әжен білесің бе, бүкіл ауылды ашаршылықта аман-есен алып қалған деп. Сондықтан балалар кішкентай болғанда, балаларды тәрбиелегенде, олардың гендік жадында ол барлық қасиет, қабілет бар ғой. Ал бірақ та біз көбінесе жұмысымыз бар, ақша тауып керек. Сондықтан әсіресе ер азамат көбірек айта беру керек. Табиғат бізді солай жаратқан. Ананың айтқан сөзі кейбір жағдайда бір құлағымыздан шығады да, бір құлағымыздан кіреді, шығып кетеді ғой. Әкенің сөзі басқаша. Әке айтқан сөз деген ол сүйектен өтеді. Сондықтан мысалы 3 жасқа дейін баланы көбіресе ана тәрбиелеу керек.
Себебі тек қана ана балаға мейірімділік, сүйіспеншілік, сондай сезімді балаға өз арқылы бере алады, оята алады. Ал 3 жастан бастап қоғамға шығарамыз ғой баланы. Балабақшаға, мектепке, басқа жерге әке жетектеп апару керек. Қоғамға әке шығару керек. Сонда балада өзіне өзі сену, бала басқаша. Вообще социуммен, қоғаммен қарым-қатынасты оны әке тәрбиелейді. Міне сондай ұсыныстар айтамын. Сонымен кейін қазір тағы мынандай бағыт бар. Әкелер көбінесе қазір қыз баласына күйеуге шық деп айтуға ұялады. Біздің салт дәстүрімізде ондай болған. Балам, өсіп өндің, енді мен саған бата берем деп. Қазір көбінесе ер азамат айта алмайым, апай, ұялам, үлкен кісілерде айта алмайым. Сондықтан қызды отырып, көбінесе қызды қалай тәрбиелейді? Қыздың 40 жаны бар дейді ғой. Сондықтан ағана көмектесуің керек, бауырына көмектесу керек деп, ол жерде айтылмайды, оқы және оқы дейді. Ал отбасылы бол, күйеуге шық, өзіне тең жар тап деп айтылмайды. Сондықтан мен көбінесе тіпті өзімнен үлкен ағаларымды үйретемін. Аға, қызыңызды отырғызыңыз, қызыңызға жақсы сөз, балам, қызым, өсіп өндің, үмітімді ақтадым, ал енді әке ретінде мен саған тұрмыс құруға батамды берем деп, қаншама қыз сосын кейін барып күйеуге шықты. Міне осындай айтатын ұсыныстарым. Рахмет. Әке батасының маңызы дейсіз ғой? Әкенің батасы өтем, ананың батасы да. Бірақ та табиғат бізді, оны психологияда біз терең қараймыз, әйелдің эмоциясы басқа, әкенің соған байланысты. Әкенің рөлі басқаша, ананың рөлі. Ол бір-бірін кемсіткен емес. Табиғат бізді солай жаратқан. Рахмет. Әлия ханым, келіп бізге уақытыңызды бөліп, арнайы қонақ болғаныңыз үшін, тұшымды әңгімеңіз, пайдалы ақпараттарыңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Жұмысыңызға табыс тілейміз, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Рахмет сіздерге де, тыңдап отырған біздің көрермендерімізге де рахмет. Ер азаматтар, әкелер, әрбір қазақтың тегі мықты болу керек. Соған қазір әкелер үлкен үлес қоса алады. Құрметті көрермен, осымен шығарылымыз аяқталды. Егер де қандай туындаған, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, пікір жазып, лайк басып, біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.